оқушылар, бүгін біз сіздермен тілге байланысты тіл халықтың мұрасы атты мерекелік іс-шараны бастамақпыз. Қазір біздің жүргізушілерді шақырамыз. Сұлтан мен Милена, келіңіздер. Қайырлы күн, ана тілін ардақты тіл жанашырлары. Армысыздар өрлі де, асқақ рухты, тәуелсіз елді жас ұлындары. Қош келдіңіздер, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Сіздерді Қазақстан халықтарының тілдері күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ежегодно 22 сентября вся наша страна отмечает важный день. Это День языков народов Казахстана. Знание языков – это наше богатство. Каждый язык – это целый мир. Нет такого языка, который не заслуживал бы уважения. Из поколения в поколение передается язык, культура, обычаи и традиции. Елді бүгін қарасам, айналам бақыт кен жатыр. Бірмен бірі туысқан, қол ұстасқан ел жатыр. Қырғыз, қазақ, өзбектер, армян, татар, уйғырлар. Орыс пенен Украин, терезесі тең жатыр. Бақытын аны асқақтап, қолақа да сүткеп жатыр. Тарихы бар дәстүрінде ерліктің, дәстүрі бар өлкесінде елдіктің. Қазақстан алтын бесік отанын, ұлы ордасы татулықтың пен тірліктің. Тілмен ғана қызық менің тірлігім, тату еткен ел менің елдің бірлігім. Туған тілмен асқақтап, шығып өзге үнім. Туған тілде ашып, алып жүрміз біз білім, дей отырып. Тілі басқа тілігі бір, жүзі басқа жүрегі бір. Тақырыбында қысқаша білім сайысын өткізейік. Бірінші болып, әртүрлі жауап бергендерге арнайы сыйлығымыз бар. Балалар, тілі басқа тілегі бір, жүзі басқа жүрегі бір тақырыбында білім сайысын өткіземіз. Бірінші болып әрі жауап бергендерге арнайы сыйлығымыз бар. Ана тілің арың бол, ұятың бол құрметте, өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметте. Өлеңнің авторы кім? Қолымыз көтереміз. Қадыр Мырза Али. Келу әлі. Жарайсың, тамаша. Келесі, республикамызда тіл туралы заң қашан қабылданды? 1990 жылы. Тамаша, қазір. Елімізде тілдер мерекесі қашаннан бері тойланып келеді? Елімізде тілдер мерекесі қашаннан бері тойланып келеді? Кім жауап береді? 1998 жылы. Жарайсың. Берген мақалдың жауабын тап. Жеті жұрттың тілін біл. Жеті жұрттың тілін біл. Жеті. Жақсы біледі. Қазақстан Республикасы тілдер күні қай күні тойланады? Қай күні тойланады? Жоқ. Қазақстан Республикасы тілдер күні қай күні тойланады? 5-ші қыркүйек. Ахмет Байтұрсынов туған күні. Тамаша. Және елімізде қанша ұлт өкілдері мекендейді? Тұрады біздің Қазақстанда? Яна? Астам? Ұлт? Елімізде? Жарайсыздар? Рахмет, қошемет керек осы жерде. Және ең соңғы сұрақ, тілге құрмет. Тілге құрмет. Елге құрмет. Жақсы. Рахмет, қошемет. Жақсы. Қазақтан тілінің бірден тілегі бір жүрегі бір деген жақсы сөз бар. Жүзі басқа болса да жүрегі бір, тілі басқа болса да тілегі бір. Жартасы басқа болса да отаны бір қаншама ұлттар мен ұлыстарды біріктіріп дүние жүзі мойындап отырған елміз. Көп ұлт өкілдері тұратын ел болуымыз, біздің байлығымыз мақтанышымыз. Ана тілім арайлы шапағатым, ана тілім сәнімен салтанатым, ана тілім таудағы таза бұлақ, ана тілім мәңгілік махаббатым, ана тілім қазағым, қазақ тілім. Дей отырып, қазір әртүрлі ұлт өкілдерін, Қазақстанда тұратын ұлт өкілдерін шақырамыз. Қазір бізге қазақ, орыс, өзбек, неміс және корей ұлт өкілдерін шақырамыз. Мен қазақтың есімін кең далам, талап жаудан бұл даланы қорған. Өзгелердің басына күн туғанда, жат көрмесе, құшақ жайып қарсы алған. Мен ұрыспын сыйлаймын қазақ ұлтын, қастерлеймін тарихын салт дәстүрін.
Өйткені мен өркендеп осы жерде топырағын қызықтың басып остым. Мен өзбекпін, сүйемін қазақ жерін. Қазақ жері ол менің туған жерім. Жолдас болсаң қызықпен адаспасын, деген өзбектің мақалын жұта бастым. Мен неміспін, сүйемін қазақ тілін, қаймағы бұзылмаған таза тілді. Қазақ тілі лайық деп тілеммен, болуға да ортақ тіл немістердің. Корей, Украин немістен көп шаңырақ біріккен, бірінің жүрегін жібіткен ынтымақ ұраны мекені. Жақсы балалар, бүгін сіздер қонаққа келіпсіздер бізге, біз сіздерге мынандай сыйлығымызды ұсынамыз. Рахмет сіздерге келгендеріңізге, одан белгілеріңізге болады. Қолыңызда. Біз бәсекеге қабілетті, сұранысқа ие, үш тілділікпен қатар ақпараттық технологияны меңгеріп келе жатқан жас ұрпақсыздар. Сондықтан да қазір бізге, біздің алдымызда балалар өз тақпақтарын, өлең жолдарын жырлайды. Келіңіздер. Балалар шығады. Біз ежелге елдерден көші қамқорлықпыз. Біз кең байтақ жерінде бірлігі жарасқан, алан ұлт ұлыстан тұратын бір тұтас халықпыз. Біз атадан мұраға қалған қасиетті тілімізді қадірлей білетін ұрпақпыз. Ана тілі біздің ар ождан, адамгершілігіміздің айнасы. Адам ана тілімен бақытты, ана тілімен асқақ. Ана тілімізде бектерден көркендеп берсін. Ана тіліміздің мәртебесі асқақтан берсін. Жақсы, рахмет. Отырыңыздар. Рахмет. Осымен Қазақстан Республикасы халықтары күніне арналған іс-шарамыз аяқталды. Баршаңызға аманшылық тілеймін. Отанымыз аман, еліміз тыныш болсын. Сау болыңыздар.